Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен Секрет фильмі туралы сөйлескім келеді. Бұл миллиондаған адамдардың өмірін өзгерткен фильм. Егер сіз ойыңыздың шындықты қалай қалыптастыратынын түсінгіңіз келсе, бұл фильм сізге армандарыңызды саналы түрде жүзеге асырудың кілтін береді. Секрет фильмі не туралы? Бұл деректі фильмді Ронда Берн жасап, 2006 жылы шығарған. Онда ғалымдар, философтар, психологтар және табысты адамдар тартылыс заңның қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Фильм басты кейіпкердің ғасырлар бойы тек таңдаулыларға ғана белгілі болған құпияны ашуынан басталады. Негізгі идея біздің ойларымыз қуатты энергия. Ол өмірімізге оқиғаларды, адамдарды және жағдайларды тартады. Армандарды орындаудың 3 қадамы. Фильмде армандарды жүзеге асырудың әмбебап формуласы ұсынылады. Ол бар болғаны 3 қарапайым қадамнан тұрады. Сұрау. Өзіңізге нақты не керек екенін анықтап, оны айқын түрде тұжырымдаңыз. Мен көлік алғым келеді деп емес, менің тері салоны бар ақ BMW X5 көлігім бар деп айтыңыз. Ғалам белгісіздікті емес, нақты сұранысты орындайды. Сену. Өзіңізге толық сеніңіз. Арманыңыз әлде қашан орындалғандай сезіну маңызды. Мысалы, өзіңізді сол көлікте отырғандай елестетіңіз. Рөлді ұстағаныңызды, қозғалтқыштың дыбысын естігеніңізді сезініңіз. Сіздің эмоцияңыз неғұрлым күшті болса, соғұрлым ол тез жүзеге асады. Қабылдау. Арманыңыздың орындалуына дайын болыңыз. Көп адамдар құманданып, немесе өзгерістен қорқып, өз мүмкіндіктерін бұғаттап тастайды. Егер сіз бай болғыңыз келсе, бірақ байлықтан қорықсаңыз, ғалам сізге оны бермейді. Сіз сұраған нәрсені ашық қабылдауға дайын болыңыз. Бұл қағида ақшаға, денсаулыққа, қарым-қатынасқа, мансапқа, бәріне бірдей қолданылады. Ойлар магнит. Олар сіздің шындықты қалыптастырады. Фильмде тартылыс заңы жоқ деген сөзді түсінбейтіні, және мен қалаймын мен қаламаймын дегенді ажыратпайтыны айтылады. Мысалы, егер сіз үнемі мен жұмысқа кешіккім келмейді деп ойласаңыз, ғалам кешігу деген ойды қабылдайды және сізді кешігуге әкелетін жағдайларды жасайды. Дәл солай, мен кедей болғым келмейді, сіз кедейлікті тартасыз. Мен ауырғым келмейді. Ауру туралы ойлау оны күшейтеді. Өміріңізді өзгерту үшін нені қаламайтыныңызға емес, нені қалайтыныңызға назар аударыңыз. Эмоцияларыңызды бақылаңыз. Эмоциялар біздің ойларымыздың индикаторы. Егер сіздің ойыңыз сізді қорқынышқа, мазасыздыққа, ашуға немесе өкпеге жетелесе, бұл дұрыс емес бағыт. Осындай сәттерде ойларыңызды саналы түрде 10 эмоцияларға ауыстыру керек. Қандай эмоцияларды күшейту керек, ал қайсысынан аулақ болу қажет? Жақсы эмоциялар, олар табыс пен қуаныш әкеледі. Ризашылық,
қуаныш, сенімділік, сүйіспеншілік, сабырлылық, қызығушылық, қанағаттану, үміт. Жаман эмоциялар. Олар қиындықтар тудырып, мүмкіндіктерді жабады. Қорқыныш, қызғаныш, ашулану, мазасыздық, өкпе, тітіркену, кінә сезімі, өзін шарасыз сезіну. Қарапайым эмоцияларды ауыстыру әдісі сіздің күніңізді ғана емес, бүкіл өміріңізді өзгерте алады. Неге байлар бай береді, ал кедейлер кедейлене түседі? Бұл тек ақшаға емес, эмоцияға, ішкі сезімдерге және өмірге деген көзқарасқа байланысты. Бай адамдар ризашылық, қуаныш, сенімділік, молшылық сезімін жиі бастан кешіреді, және ғалам оларға одан да көп мүмкіндік береді. Кедей адамдар үнемі ақша жетіспеушілігі туралы ойлап, оны жұмсаудан қорқады. Бәрі қиын деп уайымдайды. Сондықтан олардың өмірінде қиындықтар ұлғая түседі. Егер сіз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, ойыңызды және эмоцияңызды басқарыңыз. Бұл жай ғана мотивация емес, бұл нақты жұмыс істейтін қағида. Секрет фильмдегі мысалдар. Арман тақтасының күші. Бір адам өзінің ескі визуализация тақтасын тауып алып, оның суретке жапсырған үйінде тұрып жатқанын байқады. Оймен емделу. Дәрігерлер ауыр диагноз қойған әйел ауруға назар аудармай, өзін қуаныш пен позитивке бөледі, және оның денсаулығы жақсара бастады. Ақша тарту. Фильм кейіпкерлерінің бірі өзіне үлкен сомада чек жазып, оған сенді және бірнеше жыл өткен соң шынымен сол ақшаны алды. Неге секрет фильмін көру керек? Кез келген аффирмацияларды, медитацияларды, немесе тілек орындалу әдістерін қолданбас бұрын, тартылыс заңның дұрыс түсіну маңызды. Егер ойыңыздың күшін түсінбесеңіз, ешқандай әдіс жұмыс істемейді. Секрет фильмі өз армандарыңызды жүзеге асыру жолындағы алғашқы қадам. Оны көріңіз, сонда сіз біздің ойларымыз шын мәнінде шындыққа айналатынын түсінесіз. Ал сіз бұл фильмді көрдіңіз бе? Өз пікірлеріңізбен бөлісіңіз.